Су туралы сен не білесің? Су адам өмірінде және жердегі тіршіліктің барлығында маңызды рөл атқарады. Су өмір көзі. Табиғи су көздері көл, өзен, теңіз және тағы басқа жерлерде кездеседі. Су көздерін қандай белгілері бойынша топтастыруға болады? Оларды атап көрейік. Табиғи су көздері екіге бөлінеді. Ащы су көздеріне жер бетіндегі су көздері жатады. Оған өзен, көл, канал, су қоймалары, теңіздер жатады. Тұщы су көздеріне жер астындағы сулар жатады. Жануарлар мен өсімдіктер ағзасы судан тұрады. Медузаның денесінде қоянның денесіне қарағанда су көбірек болады. Адамның ағзасы да судан тұрады. Бір қызығы, қарттарға қарағанда жас баланың денесінде су көбірек болады. Біздің ағзамыздың 3/2 бөлігі судан тұрады. Су қанның құрамына кіреді. Біздің теріміздің булануы арқылы су дене температурасын реттейді. Бірінші тапсырманы орындайық. Сенің денеңде су көп пе? Оны білу үшін судың мөлшерін өзіңе есептеуіне болады. Дене салмағынды 3-ке бөліп, нәтижесінде алынған санды 2-ге көбейтесің. Егер әкеңнің салмағы 90 кг болса, онда денесінде қанша су бар екендігін анықтап көр. 60 кг салмағы бар анаңның денесінде қанша су бар? Ал ағаңның салмағы 30 кг болса, денесінде қанша су бар деп ойлайсың? Судың қандай қасиеттері бар? Су ең күшті табиғи еріткіш. Судың құрамында заттар әртүрлі дәрежеде ериді. Екінші тапсырма тәжірибе арқылы тексеріп көрейік. Қажетті материалдар: түйіршіктелген қант, акварель, ұнтақ және су. 3 стақан су аламыз. Бірінші стақанға қант қосып араластырамыз. Қант ериді. Саусақтарымызды стақанға батырамыз. Су бұрынғы күйінде қалды ма? Тексереміз. Судың күйі өзгеріп, жабысқақ болды. Екінші стақанға қызыл акварель бояуымен қосамыз. Бояу еріді. Су қызыл түске боялды. Ұнтақты 3-ші стақанға қосамыз. Ұстағанда су сабынға айналды. Қорытынды жасайық. Су жақсы еріткіш. Су неден тұрады? Судың негізгі құраушылары оттегі мен сутегі. Бұл екі элемент газдар. Олар түссіз, сондықтан көзге көрінбейді. Бұл түссіз газдардың суда болуы оның мөлдірлігінің негізгі себебі болып табылады. 3-ші тапсырмада тәжірибе арқылы судың мөлдірлігін анықтаймыз. Қажетті материал: суы бар аквариум және сурет. Аквариумның артында тұрған суретті қараймыз. Судың ар жағында тұрған суретті анық көре аламыз. Қорытындысында су мөлдір екенін білеміз. 4-ші тапсырма. Анаң борщ дайындап бәліш пісірген кезде оның тәбетті ашатын хош иісін сезесің. Мысалы, гүлдер мен иіс сулар хош иіс шығарады. Ал судың иісі бар ма? Оны тәжірибе арқылы анықтап көрші. Нәтижесінде судың иісі жоқ екенін білесің. Суды белгілі бір пішіні бар ыдысқа немесе затқа құйсаң, сол заттың пішінін қабылдайды. Ал тегіс жерде су жайылып кетеді. Демек, сұйық судың пішіні жоқ. 5-ші тапсырма. Тәжірибе арқылы судың пішінін анықтап көрейік. Оған қажетті материалдар: тар, ұзындау келген шыны стақан, кең ыдыс, пластик пакет және су. Әртүрлі пішінді ыдыстарды алып, оларды суға толтырамыз. Судың пішініне назар аударамыз. Нәтижесінде су құйған ыдыстың немесе заттың формасын қабылдайды. Су ауырлық күшінің әсерінен ағады. Бақшадағы өсімдіктерді су сепкішпен суарған кезде де су ағады. Осындай құбылысты біз сарқырамаларда да байқаймыз. Су ағу арқылы шағын күштің әсерінен тез уақытта формасын өзгертеді. 6-ші тапсырма.
Тәжірибе арқылы судың ағуын анықтайық. Қажетті материалдар: су және тақтайша. Судың бір бөлігін тақтайшаға құямыз. Ол ағып көлшікке айналады. Нәтижесінде судың ағатынына көз жеткіземіз. Сонымен, сен судың табиғи көздері туралы білдің. Сондай-ақ эксперимент арқылы судың физикалық қасиеттері туралы қажетті білім алдың.